Қазақстан тарихы 5-ші сынып. Алғашқы адамдардың өмірі. 1-ші сабақ. Қазақстан аумағына алғашқы адамдар бұдан шамамен 1 миллион жыл бұрын қоныстана бастады. Қазақстандағы палеолит дәуірінде алғаш өмір сүрген адамдар питекантроп замандастары болған. Ежелгі адамдар өте ұзақ тарихи кезеңдерден өтті. Тұрпаты мен дағдылары жағынан дамып, өзгеріп отырған. Археологтар тапқан адам қаңқалары ежелгі адамдардың антропологиялық ерекшелігін анықтауға мүмкіндік береді. Адамның шығу тегін, оның дамуын зерттейтін ғылым антропология деп аталады. Питекантроп адамдарының қолы мен аяғы қазіргі адамдардікіне ұқсас болды, бірақ бас сүйегі құрылысында елеулі айырмашылықтар орын алды. Оның жақ сүйегі үлкен, маңдайы жазық және желкесі шығыңқы болған. Питекантроп адамында сөйлеу қабілеті байқалған. Питекантроптың орнын ежелгі адамдардың біршама дамыған типі неандерталь адамы басады. Оның ми көлемі питекантропқа қарағанда үлкен болған. Кейбіреулерінде қазіргі кездегі адамның ми көлеміне дейін жеткен 1200-1600 см3. Олар жер бетінде бұдан шамамен 135 мың жыл бұрын өмір сүрген. Неандертальдықтар жерлеу дәстүрін орындаған және о дүниеде өмір бар деп сенген. Бұдан 40-35 мың жыл бұрын ойлау қабілеті жоғары дамыған кроманьондық саналы адам қалыптасты. Питекантроп пен неандерталь адамдарымен салыстырғанда, оның тұрпаты қазіргі адамның тұрпатына барынша ұқсас болды. Оның бойы ұзын, маңдайы жазық болатын. Кроманьон адамымен өнердің, салт жоралардың қалыптасуын, тілдердің дамуы мен техникалық прогресті байланыстырады. Олар аң аулау ісін жетілдірді. Кроманьондықтар табиғи жағдайларға бейімделген баспаналарды салуды білген. Келесі сабақта кездескенше назарларыңызға рахмет.